12 жасқа толған балаларға арналған фильм. Отбасы мемлекеттің іргетасы һәм ажырамас бөлігі. Отбасы отанның кішірейген фотосы. Отбасы шағын мемлекет. Эфирде шағын мемлекет хабары. Айналасына сыйлы, өзгеге істері өнеге. Жас болса да жақсы жолмен көпке үлгі болған шағын мемлекет иелерінің шаңырақтарындағы шаттықтың, бақ құттың құпиясын еді. Бұл қажырлы еңбектің қандай қуаныш сыйлайтынын білген, адал еңбектің арқасында бақытты өмір сүрген Тобылбаевтар отбасы. Ерінбей еңбектене жүріп, ешкімнен кем болмауға болатын істерімен дәлелдей алған үлгілі отбасы иелері жайлы бүгінгі әңгіме. Отбасы бұл адамның өмір жолын таңдайтын үлкен асу болып табылады. Отбасын құрған кезде адам бірінші кезекте өз-өзін тәрбиелеуден бастайды. Себебі өзінің жақсы қасиеттерін отбасыда балалардың бойына сіңіргісі келеді. Мен өзім жалпы қарапайым шаруа отбасынан шыққан тұлғамын. Себебі менің әке-шешем Ақтөбе облысы Темір ауданы Құмқұдық, қазір Қайынды селосында дүниеге келдім. Сол әкем қарапайым механизатор, анам бала дәрігер болып жұмыс жасады. Солардың берген тәрбиесі маған өміріме азық болып, тәрбие болып таралды. Мен 6 ағайындымын. 6 ағайын ішінде кенжесімін. Кенже болғандықтан енді көбіне айтады, кенжеге жүгі ауыр деп, кенжені жүгі ауыр дейді. Әрине оны да түсіну керек, себебі болашақта менде бір үлкен қорқыныш болды. Болашақ жарым мен қандай қабылдайды, мені ата-анамды қалай қабылдайды, қалай мақсатты өмір сүремін деген үлкен қорқыныш болды. Себебі менің апаларым бәрі оқыған азаматтар болды, себебі педагогтар болды, және де дәрігер. Сосын ағам қарапайым құрылысшы мамандығын бітірді. Аллаға шүкір, әке-шешем барлығымызға білім берді, барлығымыз үміт бағыт бағдар көрсетті. Себебі мен апаларыммен өзім мақтана аламын. Себебі әр апам өзінше бір тұлға. Мысалы, Венера деген апам бар, Қазақстанда педагогтар шеберлік оқыту орталығының бапкері, тренері болып табылады. Сол жақта педагогтарды оқыту курсына өткізіп жүр. Екінші апам Баян Теміржанқызы деген, бұл Қазақ-Түрік лицейінде жұмыс жасайды, білім инновация лицейінде жұмыс жасайды. 2019 жылы әлем педагогы атағын иегер атанды. 2019 жылы Ақтөбе облысының құрметті азаматшасы атағын алды. Сонымен қатар 2019 жылы Қазақстан Республикасының үздік педагог 2019 атағын иегері болып табылады. Бірақ қанша біз атақты ие болғанымызда, бізде тәрбие мұндай еді. Қарапайым бол, кез келген ортада. Сенің атақ дәрежең тек қана сенің өзіңе ғана керек. Басқа ол қажет емес. Себебі сенің ол өзіңе жеткен жетістігің. Ал сенің басты мақсатың ұстаздық болып табылады. Мен осы ұстаздық жолға бала кезде армандаған армандардың бірі болды. Себебі менің туып өскен жерім, Қайынды деген жер, тарихи жер болды. Мен өзім тарихшымын, балаларға білім беріп келемін. Сол жерде тарихи шайқастар болған кезде, кәдімгідей мен бала кезімде біз табиғатпен етене танысып өскен баламыз. Қазіргі балалар болса табиғатта ойнамайды ғой. Біздің кезімізде біз үй көрмейтін едік, былай айтқанда. Қазір телефон ақпарат заманы болса, менің қолымда кітаптардың заманы болды. Тамақ ішкен кезде де кітаппен бірге отырып тамақтанатын едім. Сондай бақыт бағдар алғаннан кейін Ақтөбе қаласында Құдайберді Жұбанов атындағы университетке оқуға түстім. 4 жыл сол жақта білім алып, тарих, құқық, экономика негіздері маманы бойынша мұғалім болып бастадым. 2006 жылы Ақтөбе қаласында нөмір 30 орта мектепке Ақтөбе облыстық білім басқармасының жолдамасымен педагог қызметіне, мұғалім қызметіне орналасып жұмыс бастадым. Ал келесі апам, ол бала дәрігері, Света деген апам, Қазақстанда бала дәрігер болып жұмыс жасайды Ақтөбе қаласында. Яғни ол әр мамандықта өзінің қыр-сыры бар. Келесі 4-ші апам, ол Зейнеп деген апам, Шұбарқұдықта Қызылжар орта мектебінде директордың оқушы жөніндегі орынбасар қызмет атқарады. Ағам болса халыққа қызмет етіп жүрген құрылысшылардың бірі. Мен өз отбасыммен мақтанамын, себебі біздің отбасы қарапайым отбасы болса да жан-жақты бағыт бағдар берген. Әкем мені оқытқан кезде соңғы малы қалғанша да балам білім алсын, балам көрсін. Себебі мен ішпеген киімді, мен жемеген киімді балам көрсін деп көрдік. Мысалы 97-98 жылдар заманы қиын уақытында біз 9-10 жас болып жүрген кезде кәдімгідей өмірді көргенде қиыншылықта қандай болатын, еңбектің қандай болатынын көрдік. Бірақ қанша көргенде біз қарапайым сақтаған отбасылардың біріміз. Себебі педагог ол балаға тәрбие беруші, білім беруші адамдардың бірі ретінде жұмыс атқарамын. Ал мен өзім болсам
2020 жылы Қазақстан Республикасының үздік педагог 2020 атағын егермін. 2021 жылы мына карантин уақыты басталған кезде еріктілер қызметінде болдым мен. Еріктілер қызметінде болып, сол жанкештік ерлігі үшін деген медалдің иегерімін. Қосымша айтып кетейін. Бұның барлығы кімнің арқасы деп есептейді. Барлығы көбісі айтады, осыған кімнің арқасында жеттім деп. Мен бұған айтарым, мен бауырларымның, әке-шешемнің және жан-жарымның арқасында жеттім деп есептеймін. Себебі олардан қолдау болмаса, мен былай жұмыс жасамас едім. Сонымен қатар мен еріктілік жұмыста да өте қатты жақсы көремін. 2019 жылы Арыс 2019 мәселесі болды. Сол Арыс 2019 бойынша Ақтөбе облыстық білім басқармасының 12 еріктінің ішінде Арысқа 2 айлық сапармен барып өзім қызметін атқарған тұлғалардың бірі ретінде өмір сүріп жатырмыз, жұмыс істедім. Тіршілікте тағдырларын тәңір тоғыстырған жас жұбайдың таныстықтары да өзгеге ұқсамайды. Жарыммен танысқан кезде енді бір жүрек тоқтар сәттің бірі болып табылады. Себебі 2006 жылы 33-ші орта мектепке барған кезде, ең бірінші барған күнім есімде, әлі есімде, мұғалімдер бөлмесінде қағаз жазып отыр едім. Жас маманбыз, ешкімді танымаймыз, тек қана мен таныдым дейді. Күнсу деген апамыз болды, тарихшы апай. Сол апайдың қасына бір топ қыз шулап келді, кабинетке кіріп кетті. Қарап тұрдым, бір қызға көзім түсті. Мына жағының тұсында, сол жағының тұсында қалы бар екен. Қалыға көзім түсті. Сосын танысам деп ойлаған жоқ, бірақ Күнсу апайға бардым да. Апай, осы нәрсе жоспарлар қандай еді деп сұрап едім. Сол кезде танысып қой, еркіндеп несе, сол кезде бұл сол мектепке келген өзінің кәсіби тәжірибесінің практикант деп атайды, практикант қыздар екен, бір топ қыздар. Соның ішінде сол Динара да бар екен, сол қалы қыз, сол Динара болып шықты. Кейін содан танысып, бір қызығы, мен Динара әлі күнге дейін айтамын, сол мектепке мен келіншегім, болашақ жарым, сол мектепке бір емес 3 рет практикаға келді. Бір жылдың ішінде, 9 айдың ішінде. Сол кезде айтамын, мен сені алмасына қоймадым ғой. Жалпы содан бастап сөзіміз, достығымыз жараса бастады. Кейін әке-шешеммен таныстырған кезде де әке-шешемнің көңілінен шықты. Содан бастап біз отбасын құрдық, 2007 жылы отбасын құрып. Ол кезде 2007 жылы үйлену көбейіп кетті, үй көп болды, себебі 07 деген сондай бір ұран болды. Сол кезде басталды. Бірақ біз қыркүйек айында тілдер мерекесі күні 22 қыркүйек күні отбасын құрдық. Аллаға шүкір, содан бастап келіншегім бала тәрбиесімен айналысты. Келіншегім негізі басында бірден айтты, мен бала тәрбиесімен айналысамын деп. Бірақ одан кейін 3 баламыз дүниеге келді. Одан кейін келіншегім жұмысқа шығарып, қызметте, қазір мына Дина супермаркетінде кассир қызметін атқарып келе жатыр. Мен өзім осы Ақтөбе қаласында туып өстім. 1986 жылы. Осы қалада туып, осы қаланың мектебін бітірдім. Қалада осы Ақтөбе мемлекеттік Жұбанов атындағы көпсалалы колледж болатын. Ол кезде сол шет тілі мамандығын бітірдім. Жалпы мамандығым бойынша негізі шет тілі пәнінің мұғалімімін. Қазір таңда енді үйде, отбасына жағдайына байланысты үйде баламен отырамын. Еркін жалпы қасиетті енді өте еңбекқор, адал, өтірікті өте жек көретін адам. Өзі шыншыл болғаннан кейін айналасындағы адамдардың да шыншыл болғанын жақсы көреді. Еркін Теміржанұлы өзіне ұстазы қасиет атасы Тобылбаев әндірден дарыған деп есептейді. Әндір атасы 1954 жылы тұңғыш рет оқу ағарту ісінің үздік төсбелгісімен марапатталған. Жалпы 33 орта мектептен соң мен Ақтөбе облыстық біліктілікті арттыру қайта даярлау институты қазіргі өрлеуде бұрын солай деп аталды. 2009 жылы солда жұмысымды жалғастыра бастадым. Жұмысты жалғастыра бастаған кезде жаңағыдай мен айтып кеттім, жан-жардың қолдауы деп. Себебі менің іс сапарларым көп болды. Тәрбие жөніндегі әдіскер болып табылды. Облыстық әдіскер қызмет атқардым. Содан бастап мен қоғамдық жұмысымды көбірек қолға ала бастадым. Себебі педагогтарды оқытумен қатар оларды қайта тәрбиелеу, көрсету жұмыстарын. Сондай бір жұмыстардың бірі мен баса айтып кететін, бұл деңгейлі оқыту бағдарламасы бойынша педагогтарға үлгі іс тәжірибе көрсету жұмыстарын көбірек жүргізе бастадық. 2013 жылдан бастап осы мақсатта түрлі облыстық, қалалық деңгейде семинарлар бере бастадым ұстаз ретінде. Сонымен қатар 2014 жылы жаңа бір істі қолға алдым. Ол қандай іс десе, ол пікірсайыс қозғалысы, басқаша айтқанда дебат деп аталады. Осы дебат қозғалысы 2014 жылдан бастағаннан бастап 2018-2019 жылдары республикада үздік атандық, 2022 жылда үздік атандық. Сонымен қатар дебат арқылы біз балаларға жоғары оқу орындарының білім гранттарын алып бердік. Тегін оқу гранттарын. Бір күндік дебат ойнайды, 4 жыл тегін оқиды. Ал дебатқа
балаларды мен қайдан алдым деген сұрақ туындауы мүмкін. Осы дебат қозғалысына аз қамтылған және қарапайым отбасынан шыққан балалар тарттым. Және де кішкене бұлардың отбасында кішкене тентектеу балалар болады, жыбырлап тұратын. Сондай балаларды өзіме шақырттым, үйреттім, көрсеттік. Жалғыз бұл менің жетістігім емес, бұл менің артына ерген ізбасарларымның, мысалы Еркін, Темірлан, Нұркен деген сияқты тұлғалардың жетістігі болып табылады. Сол командамен жұмыс жасаған кезде біз бірігіп төртеу түгел болса төбеде келеді демекші. Сондай қозғалыс нәтижесінде біз қазір Құдайберген Жұбанов атындағы университеттің гранттарын, Сүлеймен Демирел атындағы университеттің гранттарын, ауыл шаруашылық нархоз деп аталады, соның гранттарын, сонымен қатар ЕНУ-дің грантын, қазір енді КБТУ-дің грантын сөйлесіп жатырық. Сондай гранттарға Ақтөбе облысының жастарын түсіруге бағыт-бағдар көрсетіп жатырмыз. 2020 жылы 55-ші орта мектеп гимназиясының әкесі ретінде маған бір қоңырау түсті. Осындай әкелер тренингі болады, қатысасыз ба деп. Қатысайын, көрейін деп. Карантин уақыты, қызып тұрған уақыт, кәдімгі халықтың үйден шыға алмай отқан уақыты. Онлайн болды, 3 ай қатыстық. Көп нәрсені үйрендік. Біздің қатеріміз өте көп екен баланың алдында. Қарапайым ғана мысалы, отбасының функцияларын дұрыс атқара білмейді екенбіз. Біз отбасының көбіне экономика функцияларына көп көңіл бөліп кетеміз де, ал әлеуметтік функциясына көп көңіл бөлмейді екенбіз. Осы сөйтіп Қазақстанның 17 аймағынан, бұрын 17 аймағынан 200-ге тарта әкелер қоғамдастығын құрдық. Қазақстанның әкелері республикалық қоғамдық қауымдастық деп атадық. Орысшада Қазақстанның әкелері деп атадық. Аударылмайды. Сондай не қойдық. Әділет министрлігіне солай тіркеттік 2021 сәуір айынан бастап. Содан кейін Аружан Сайын деген білесіздер, бала құқығын қорғау өкіл, сол өкілдіктермен тікелей меморандумға отырдық. Яғни біз кез келген мектепте, кез келген оқу орнында тікелей сол оқу орнының әкелерімен жұмыс жасауға тікелей байланысымыз бар. 2021 мен 22 оқу жылында Ақтөбе қаласында 80-ге тарта мектепте әкелер қоғамдастығын аштық, клубын ашу жұмысты бастадық. Әрине, көптеген ойлар болды, көбіне көп әкелер қоғамдастығынан келген әкелер мынадай мәселе көтерді. Әлеуметтік мәселе көп көтереді. Мен айтамын, әлеуметтік мәселе емес. Ол мына жол жоқ, свет жоқ, не жоқ деген. Ондай емес. Бала қалай тәрбие береміз? Бала не ашуға болады? Мысалы 41-де спорт мектептерін ашуға болады, көптеген спорт мектептерін ашуға неге ашпасқа? Немесе біздегі спорт мектептеріне балаларымызды неге тегін үйірмеге бермеске? Мысалы арт спортына неге тегін бермеске? Себебі бос тұр ғой. Мысалы 18 жасқа дейін ол жерде балалар тегін қабылдайды. Осы қозғалысты сол мақсатта бастадық. Отбасы құндылығын дамыту мақсатында, әкенің рөлін көрсету мақсатында. Қазір ана тағзым орталығында бізге арнайы кабинет бөліп жатыр. Сонда біз жаңадан неке құратын әкелермен тренингтер өткіземіз. Ол жерде тренингтеріміз өте күрделі. Олармен бірінші анкеталық сұрақтар аламыз. Сонымен қатар олармен жеке пікір алмасамыз. Неке құрған кезде қандай қасиеті бар, қандай мақсаты бар. Мен сізге бір үлкен ой айтып кетейін. Әкенің рөлін көтеруде ананың да ықпалы көп. Себебі ана бұл әйел адам мойын десе, ер адам бас болып табылады. Екеуі біріксе, ол кез келген жақта, кез келген болашақты көре алады деген сөз. Еркін кенжеміз ғой. Еркін 11-ші класс бітірді. Алдыңғы балдар бәрі қалада оқуда болды, неде болды, жұмыста болды. Соны қой енді Еркінмен жалғыз өзіміз қалмайық, бізді көшейік деп, қалаға көшіп келіп, жер алып, үй салып, әйтеуір жайлап күнелтіп, сөйтіп, баланы оқытып, сөйттік. Еркін кішкентайынан өзі оқуға зерек болды. Сабақ оқы, біреумен төбелесіп, жаңа сабақ оқымай, ондай болған жоқ. Өз бетімен оқиды, сабаққа құмар, сосын кітап қалмайды қолдан, бұлай. Тамақ ішіп отырса да кітап қарап отырады. Басқа уақытта да кітап, тек кітап. Соны ұрсамыз, кітап, мына көзіңнен айырыласың. Тамақ ішкенде таста оқымады. Сондай құмар болды кітапқа. Енді соның арқасы шығар әйтеуір. Жұмыста қазір бұлайда зерек өз 2 жас отбасы болып, отбасын құрғаннан кейін, олар бір-бірін түсінісу керек. Біреу ренжісе, екіншісі басылу керек. Кейіннен сосын жайлап отырып талқылау керек. Сен босқа ренжідің маған. Менікі дұрыс, сенікі дұрыс, екеуі тек шалқасынан түсіп, сосын ата-аналар да. Егер
қыз ренішін айтып мені сөйтіп жатыр бүйтіп жатыр десе тек айырылыс деп дайын тұрады. Абзалы бір-бірін түсініп, бір-бірін ұғып, қанша дегенмен балдар болады арасында. Жалпы өзім Қарабасын орыс мектебінде оқыдық. Ешкімге өтірік айтпа, ұрлық істеме, ешкімге зиян келтірме дейді. Солай өстік, сондай тәрбиеде. Отбасымызда да солай. Ешкім ештеңесін алма, өтірік айтпа, әділ бол әр уақытта деп. Сол енді балдарымызға да сол берілген шығар. Еркін мен Динара үлгілі отбасының иелері бола жүріп, туысқа қамқор, досқа адал, ағайынға сыйлы. Енем арқасында, осы сол кісінің ақылының арқасында, сол кісіден тәрбие алып, осы отбасының барлық жаңағы тәртіптерін, жаңағы нелерін барлығын сол кісіден үйрендім. Осы шаңыраққа келін болғаныма 15 жыл болды. Шүкір барлық енді ағайын тумастарға сыйлымын деп ойлаймын. Бәрін жақсы көреміз. Қайнағамыз бар, түбірт қайнапам бар. Барлығы менде жақсы, тату тәтті қарым-қатынастамыз. Адамгершілік деген асыл қасиетті бойына сіңіріп, қарапайымдылығымен көпке үлгі болып жүрген өнегелі отбасының әр бірісіне сүйсінбеу мүмкін емес. Шағын мемлекеттерінен шаттықтың лебі ескен шаңырақтың перзенттері де өз қатарластарының алды. 4 баламыз бар, Аллаға шүкір, ол көп балалы әкеміз деп айтсақ та болады. Енді үлкен қызымның бойында қандай өнер бар, жаңа мен айтып кеттім, саналы әке деген ұғымды қалыптастыру мақсатында деп. Қазір технологияны әрбір әке өзінше тиімді пайдаланған дұрыс. Үлкен қызым оқуға көп ынтасы жоқ та, бірақ басқа шығармашылық жұмысқа күшті. Сурет салады, ән де айтады, және де үйдегі тәтті тағамдарды пісіреді, дайындайды. Екінші қызым Еркежан, бұл үздік, бірнеше жыл қатарынан үздік бітіріп келе жатыр. Онда әншілік өнері бар, бірақ ол қыз атасының қызы болып табылады. Себебі атасының еркесі, атында сол Еркежан деп қойғанбыз. Келесі ұлым Парасат әнші. 55-ші орта мектеп гимназиясында серпер тобының трионың мүшесі болып табылады. Әнге өнері бар, сонымен қатар бокска да өнері бар. Келесі кішкентай, ол Алинор деп аталады. Ол Алинор ата-әжесінің еркесі болып табылады. Сонымен қатар ол мен үйде қандай шаруа істеймін, менің қасымда бірге еріп жүреді. Бірге үйренгісі келеді, көргісі келеді. Мысалы, біз жер үй болғанда, мысалы, бау-бақша жұмыстармен айналысамыз, немесе құрылыс жұмыстарымен айналыссақ та, ол менің қасымда қалмайды. Біз кезеген әке бұл өзінің баласына қандай із қалдырады, сонысымен маңызды. Және де берсең балаға бер дейді. Баланың уақытын тиімді ұйымдастыра білу әкенің парызы, абыройлық міндеті деп есептеймін. Балаға жақсы әке деп айта аламын. Еркелете де біледі, тәртіпке сала да біледі. Көбіне ақылмен, әзілмен, балалармен ойнап жүріп, тәртіпке тәрбиелейді. Сол жағынан көп көңіл бөледі. Көбірек жаңағыдай демалыс орындарына апаруға тырысады. Жалпы жай үйде, аулада жүргеннің өзінде ойнап балалармен әзілдесіп солай жүреді. Енді тентек болып жатса, әрине, әке болғаннан кейін әкенің қаттылығы керек. Әр отбасында, әр балаға қатты жерінде кішкене қатты да болады. Жай айтатын, мысалы қыз балаға келетін болсақ, жаймен, жай ғана сөзбен түсіндіреді деген сияқты. Енді қыз бала қанша дегенмен нәзік қой. Ер балаға енді арасында қаталды болып тұрады. Бірақ ондай қатыгез деп айта алмаймын енді. Отбасының тағы бір ерекше назар аударатын қасиеті, оған уақыт деген түсінік көбірек көңіл бөлу керек. Себебі отбасы құрған кезде тек табыс табу мақсатында жұмыс жасап кетсеңіз, онда қатты қателесесіз. Себебі отбасыға уақытты көбірек көңіл бөлсеңіз, отбасының нәрін өзіңіз кейін сезінесіз. Келесі кезекте отбасында сонымен қатар сол уақытты тиімді ұйымдастыра білу керек. Себебі отбасында бала мен бала болу керек, жар мен жар болу керек.
яғни екі жақты тең жақты қасиет ұстау керек. Көбісі айтады, мысалы некеге құрғаннан кейін заң бойынша ерлі-зайыпты екеуі тең деп. Әрине тең болады, бірақ басымда ер адамда көп болу керек. Себебі басымдықты ұстаған кезде ер адам ол жол көрсетуші, бағдар болу керек, бағдаршам ретінде болу керек. Осы кезекте мен өзім зерттеп жүрген тақырыптардың бірі, қазіргі таңда жас отбасы құратын азаматтар саналы әке деген ұғымды көбірек сіңірсе екен. Себебі ұлттық тәрбиені ұмытпау керек. Біз өткенімізді ұмытпасақ, болашағымызға зер саламыз. Қазақта мындай әдемі сөз бар. 1 жылдығын ойлаған ел егін егеді дейді. 10 жылдығын ойлаған ел ағаш егеді дейді. Ал 1000 жылдығын ойлаған ел мәңгі ұрпағына білімнің дәрін себеді дейді. Білім мен тәрбиені қатар алып жүру кез келген ер азаматтың қолынан келеді. Бірақ бізде ер азаматтардың көбісі өзінің қатесін мойындай білмейді. Ол мойындай білу керек. Себебі өзінің қатесін аурудың дер кезінде алдын алмасақ, кейін оның зардабы өте көп болатынын ұмытпау керекпіз. Осы мақсатта отбасы құрған кезде басты қасиет махаббат пен сүйіспеншілік және сыйластықта өмір сүру керек деп есептеймін. Оңайда емес, қиында емес үй болу, ой бөлу, үйге қамқорлық жасап үйрену, қабағын бағу, көңілін табу жарының екеу болып өмір сүрудің жолын игеру. Екеу болып өмір сүруде, отбасын сақтауда, салихалы жолда жүруде, өзгеге үлгі болған шағын мемлекеттің иелері тіл көзден аман болып, шаттықты шаңырақтарынан бақ үзілмегей.